Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін қытырлақ үй жағдайында дайындалатын лаваш рецептісімен бөлісемін. Алдымен менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Алдымен картоптарды фри пішінінде, яғни ұзынша қылып турап аламыз. Картоптарымызды турап дайындап алған соң, қызып тұрған майымызды аз-аздан қуырып аламыз. Одан соң тауық етін майдалап турап алып, оны да майға қуырып аламыз. Тауық еті аздап қуырылған соң, үстіне шым-шым тұз, қызыл бұрыш және соя соусын құйып, араластырып, жай отта 10 минутқа бұқтырып қоямыз. Помидор мен огурцымызды да ұзынша етіп майдалап турап аламыз. Қалауларыңызға қарай соленый огурцы да қосып жіберсеңіздер болады. Соус ретінде чесночный соус пен кетчуп қолданамыз. Чесночный соусқа сметана, майонез, чеснок, укроп қосып, жақсылап араластырамыз. Менде осында 2 үлкен лаваш, мен оны 2-ге бөліп алдым. Бәрін осылай жайып алып, барлығына тураған заттарымызды бірдей етіп салып шығамыз. Барлығын салып болғаннан кейін барып, осылай орап аламыз. Ең соңғы этап бұл қызып тұрған табада лавашымыздың 2 бетін қызартып, кішкене отта ұстаймыз. Сонда лаваштың сырты қытырлақ болып шығады. Ал біздің лавашымыз дайын. Бізге ас болсын, ал сіздер міндетті түрде жасап көріңіздер. Рецепт ұнаса, лайк басып, коммент жазып, маған тіркелуді ұмытпаңыздар.